Футбол дегенде есімізге бірден әрине үздік соғылған әдемі голдар, сондай-ақ трибунадағы жанкүйерлердің қуанышы келетіні айдан анық. Дегенмен бұның өкінішке орай қарама-қарсы теріс жағы да бар. Футбол қауіпті спорт түрлерінің бірі болып табылатыны жасырын емес. Орын алған қақтығыс салдарынан футболшылар мидың шайқалуы, сүйектің сынуы секілді ауыр жарақаттарды алып жатады. Ал кейде тіпті одан да қайғылы жағдайлар орын алған кездерде болады. Бүгін нағыз футбол арнасы сіздердің назарларыңызға ерте қайтыс болған футболшылар топтамасын ұсынбақ. Ендеше біз бастаймыз. Давиде Астори. Итальяндық футболшының өмірі оның 32 жасында тоқтады. Ойыншы Удинезе қаласының қонақ үйлерінің бірінен өлі күйінде табылған. Ол кезде Фиорентина командасы жергілікті Удинезе клубымен болатын ойынға дайындалу үшін дәл сол жерге тұрақтаған болатын. Қорғаушының өліміне брадикардияның, яғни жүрек соғу жиілігі минутына 60 соққыдан төмен болуы себеп болғаны анықталды. Давиде Астори футболдағы кәсіпқой мансабын 2007 жылы бастаған. Және ол итальяндық Кальяри, Рома және Фиорентина клубтары сапында өнер көрсеткен. Сонымен қоса футболшы Италия ұлттық құрамасы сапында 14 ойынға қатысқан. Орын алған қайғылы жағдайға байланысты Фиорентина клубының басшылары өте игі іс жасады. Асторидің артынан әйелі және оның 2 жастағы қызы қалған болатын. Және олармен итальяндық ұжым өмірбақилық келісімшартқа отырды. Яғни бұл келісімшарт арқылы Асторидің клуб сапындағы өнер көрсетіп жүрген кезіндегі жалақысы оларға ай сайын дәл солай төленіп отырады. Шейк Тьоти. Белгілі танымал футболшының қайтыс болғанына 5 жыл болды. Ивуарлық бұл футболшы ағылшындық Ньюкасл Юнайтед командасы сапында бірнеше жақсы маусымды өткізіп есте қалды. Шейк Тьоти дәл жаттығу кезінде есінен танып құлап түседі. Кейіннен оны ауруханаға жеткізген. Дегенмен футболшы сол жерде қайтыс болды. Ойыншының өлімі миокард инфарктісі салдарынан орын алған. Футбол жанкүйерлері үшін бұл қайғылы жаңалық ауыр тиді. Бір кездері африкандық футболшы керемет ойындарын көрсетіп, оған басқа да көптеген ағылшындық командалар қызығушылық танытқан болатын. Даниэль Харке. Даниэль Харке футболдық мансабын Эспаньол командасында бастаған. Ол испаниялық клуб сапында ұзақ жылдар бойы өнер көрсетіп, қайтыс боларынан бір ай уақыт бұрын ғана ойыншы команданың капитаны болып тағайындалған еді. Футболшы Флоренциядағы жаттығу базасында телефон арқылы сөйлесіп жатқан кезінде есінен танып, жүрек ұстамасы орын алады. Дәрігерлер қанша жерден оның өмірін сақтап қалуға тырысқандарымен, оны аман алып қалу мүмкін болмаған. 2010 жылға әлем чемпионатының финалдық ойынында Андрес Иньеста Голландияның қақпасына жеңіс голын соққан болатын. Және ол өзіне соққан голын Даниэль Харкеге арнап тойлады. Оның жейдесінде Дани Харке әрдайым бізбен бірге деген жазу болған. Роберт Энке. Немістік қақпашы Роберт Энке Ганновер 96 командасы сапында өнер көрсеткенімен белгілі. Энкенің өмірі оның 32 жасында өз-өзіне қол жұмсаумен аяқталды. Қақпашы 2009 жылдың 10 мамыры күні пойыздың астына түсіп көз жұмды. Роберт Энкенің әйелі күйеуінің 2006 жылы қызынан айырылып қалғаннан кейін көптеген жылдар бойы депрессиямен күрескенін айтып жеткізген болатын. Жуниор Маланда. Бельгиялық футболшы Жуниор Маланда өте талантты перспективті жартылай қорғаушы болатын. Ол 2015 жылдың 10 қаңтарында жол көлік апатына ұшырап, небәрі 20 жасында қайтыс болды. Футболшы өз командадағы әріптестеріне жаттығу жиынына аттану үшін бара жатқан жолында тайғанақ жолдың салдарынан көлік жүргізушісі тізгінге ие бола алмай қалып, ағашқа соғылған. Футболшы көлік ішінен ұшып кетіп, полицияның сөзі бойынша сол жерде бірден көз жұмған. Қайтыс боларының алдында 20 жастағы ойыншы Вольфсбург сапында Бундеслигада 14 ойын өткізіп,
2 голды соғып көзге түскен екен. Бернардо Рибейро. Бразилиялық жартылай қорғаушы әртүрлі континенттегі көптеген командалар сапында өнер көрсеткен. Бастапқыда ол Бразилияда ойнап, одан кейін Еуропаға аттанып, содан соң Австралияға ауысқаннан кейін барып, отанына қайтып оралған. Әуесқой командалар арасындағы ойын кезінде Бернардо өзін жайсыз сезініп, оны басқа ойыншыға алмастырады. Дәрігерлер футболшыға дәл стадионда алғашқы көмекті көрсетіп, кейіннен оны ауруханаға жеткізеді. Алайда өкінішке орай оның өмірін сақтап қала алмады. Бернардо Рибейро небәрі 27 жасында жүрегіндегі мәселесі салдарынан бақилық болды. Ахмет Чалык. Конyaspor командасында өнер көрсеткен түркиялық футболшы Ахмет Чалык көлік апатынан көз жұмды. Футболшы автомобиль тізгініне ие бола алмай қалып, жолдан шығып, аударылып кеткен. Бұл қайғылы оқиға өткенде 2022 жылдың 11 қаңтар күні орын алды. Ахмет Чалык өзінің профессионалды футболдық мансабында Галатасарай және Конyaspor клубтары сапында өнер көрсеткен. Сонымен қатар ол Түркия ұлттық құрама командасында 8 ойынға қатысып, 1 голды еншілеген. Қайтыс болған футболшы небәрі 27 жаста ғана болған еді. Ал осымен біздің бүгінгі видеомыз өз мәресіне келіп жетті. Келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.